Сәлем достар. Біз бүгін мектепке барамыз. Айым бүгін дайындық сыныбына барады. Күшті киініп алған. Юбкасы бар, рубашкасы бар. Мынандай әдемі туфлилер бар. Осыны киеді қазір айым. Мына аяқтан бастап кисек, оң аяқтан. Бұны айым тойға киген жазда. Енді мектепке киеді. Қысты аяқ киімі бар. Әкемнің аяқты. Апайлар сияқты тоқ деп жүреді мектепте. Күшті мынандай джинсовый курткасы бар. Сумканы көрсетші. Күшті. Ал достар, біз мектепке кетіп бара жатырмыз. Апамыз жұмысқа барады. Мұхаммед айымды шығарып салуға шықты. Алихан садикке барады. Алихан, қарашы маған. Қарасай. Садикке барасың ба? Папасының тұңғыш қызы қайға барады? Сабаққа. Біз бірінші күннен бастап кешігіп бара жатырмыз. Магазинге келдік. Жейтін заттарымызды алып алдық. Алихан, сен не алдың, көрсетші. Бар не алдың, е? Жүр, айым. Айым мектепке келді. Мен қасына жүрмін. Мұхаммед. Міне айымның кабинеті. Жүр кеттік, айына апайыңа берсін. Бипзан, очень фильм хорошо к нам близко. Күшті ғой, айымның классы. Kesin Erkan, Muhammed. Muhammed. Болды, рахмет, апай, сау болыңыздар. Біз айымды тастап шықтық. Мектепке қалдырдық. Ал. Достар, Мұхаммед айым әпшесін шығарып салуға бірге келген бізбен. Енді екеміз қайтып баратыр қазір. Үйде Ибрахим қалды атасымен. Біз Мұхаммед екеміз қазір магазинге апасына барамыз. Бізде айтпақшы. Ал. Достар, көбісінің ойында жүрген сұрақ болуы мүмкін. Айымның. Папасы машина сақ деген Мұхаммед біліп қойды ғой. Біздің Алиханның миым ашып жатыр. Бала шағаларымыз көп болса осындай болады екен ғой достар. Мұхаммедтің шашын көбісі сұрайды ғой, қызығып бұл не деп білгісі келеді. Кішкентай кезінде, туылған кезінде шашы тура осы жерден көп шаш шығатын, ұзын болып жерден, қалған шаштар қысқа болса, именно осы жерден ұзын болып шығатын. Сосын бұл айдар шаш деп сондай ырым бар ғой қазақта. Сөйтіп қалдыру керек деген екен, қалдырдық шашын. Сөйтіп үстіп өріп қоямыз. Ертең 5 жасқа толған уақытында сүндетке отырғызамыз ғой. Сол кезде шашында қырқып ап тастайды екен. Сондай ырым бар екен қазақ халқында. Тұлым дейді, айдар шаш дейді. Әртүрлі атаулары бар және мағыналары да кішкене бір емес, әртүрлі мағынада сондай ырым бар екен. Біреулер ұрпағым көп болсын деген мағынада
осындай шаш қойдырады екен. Біреу айда шаш ретінде қойдырады екен. Солай, соны айтып қояйын деген едік сіздерге. Біз апамызға магазинге кірдік та барнимен су алып алдық. Жаңа Мұхаммедке алмаппыз ғой. Айым мен Алиханға алыппыз, Мұхаммедке алмаппыз. Қайтадан апаға кіріп шықтық. Мұхаммед әлі ұйқысын ашамай жүр. Магазинге кіріп жылады. Фанта, кола ішем деп. Қазанмен болмайды дегенде соған жылап қалды. Сөйтіп фьюсти алып қайттық енді. Қазір Ибрахим жылап атқан шығар апасын, ой атасының қасында. Мына жақтан, ау? Не ол? Қайсы? Қайсын айтып жатсың, түк түсінбедім. Ағаш? Жерде кесіліп қалған ба? Білмеймін соны, адамдар мусорды тазалайтын кезде қазып, шұқып, тесіп тастаған өзім. Біз айымның киімін алып қайттық. Болмайды? Сол үшін жолға қарап жүру керек та. Әйтпесе байқамай қалғандардың аяғы кіріп кетеді. Біз үйімізге кеп қалдық. Байқамай. Қыздар, бүгінгі біздің қысқаша мектепке бару видеомыз сіздерге қалай ұнады ма? Лайк, подписка, комментарий бәрін қойып жазып кетіңіздер. Біз үйімізге келдік. Жүр. Достар, 2 сағат өтті. Біз айымды мектептен алып қайтуға шықтық. Ау? Мусорға тастаймыз деп тастаған ғой. Мұхаммедте сұрақтар бітпейді. Бәрін бастап айтады жолда. Мынау не? Қалай күн соққан? Ана көкелер соққан ғой. Мына жақта тағы да 11 жарымда екінші ауысым басталады дейін. Соған оқушылар кетіп бара жатыр. Сағат 10 болды ғой. 11 болды сағат. Қумаш дегенің қалай кетті сен? Мамаға сөйтіп айтам екен? Айтады. Ол дәмі сөз емес. Жақсы сөз ба? Әдет тастады. Ибрахимді қазір апасына тастаймыз да. Мұхаммед екеуміз. Мектепке барамыз ғой, мен андай болдым ше. Сөздерім бәрі бір-бірімен шағылысып сөйтіп отыр. Айт жүгін тағы. Айым! Басай жүгір. Айым ана жерде апайымен тұр. Екі оқушы қап кеткен. Бәрі кетіп қалған. Ана жерде тұр айым. Босай тез жүгірсе айымға барсай. Айымдап тұр ғой. Ана шықты. Бір-бірін 2 сағат көрмей саған қапты. Болды ма? Сабағың жақсы болды ма? Жақсы апай. Жүр, сау болыңыз. Сау болыңыздар. Сау болыңыз десе айым апайға. Сау болыңыз апай. Жүр кеттік болды. Жандарым. Қалай болды сабақ? Жақсы ма? Жақсы. Не істедіңдер? Сабақ оқыды. Жаздыңдар ма? Суретші салдыңдар ма? Қалған видеоларды саған көреді. Жаным, күшті ме екен сабақ? Әке маған сумкаңды. Ал, сен асып қайтасың барқыңа? На, Мұхаммед саған көмектесуге келді ғой. Күштісін ай. Жүр кеттік. Юбкаң түсіп кетті ғой. Әке суын ұстай тұрайын. Дұрыста бар. Юбкамы сәл дәует. Ау. Çünkü beni bütün getirmişti. Tatavayı tarihim. Иә.
Әперем ғой саған да. Сен де мектепке барсаң әперем. Қазір сен садикке ұстайтын кішкентай сумкаң бар ғой. Сен садикті бітіргеннен кейін саған да дәу сумка әпереміз, е? Мен 4 садикте ше. Бер жүр, таза жүр. Ал, 5 садикте сәл бітірдім. Түсінбедім, не дейсің? 5 садикте сәл бітірдім. 5 жасқа дейін десей, 5 жасқа дейін садикте болдың, е? 2 жастан бастап бардың. 5 жасқа дейін. Суын ұстайсың ба? Сен бізді күтіп қалдың ба, Айым? Айым. Кім келеді екен деп ойладың? Айым. Мен Сирабит Пауын суретін салдым ба сен? Шашын Айым әпшесі өріп берген ғой, әдемдеп. Біз қазір бұлай Мұхаммедке қарай бермейміз, Айым қарайды көбінесе. Горшокқа отырғызады, горшогын төгіп тазалайды. Шашын өріп береді. Отыршы, шашың жаман болып кетіпті деп өзі істеп береді. Айым, е? Бәрі істеп береді ғой. Енді Айым сабақ оқиды. Ибошты уайымдап келе жатыр. Ибошты апаңа тастап кеттік. Алихан папамен садикке кетті азында. Сенімен бірге шыққан кезде. Мектебіміз жақын. Үйдің жанында. Жаяу барып келеміз. Бір қызда ше. Басынан айтшайым. Достарға айтып берші. Ана бала жаман сөйлемейтін бала ше. Сөйлей алмайтын бала мен қолын ұстап жүрді. Сөйтіп, Сосын аяғымен тік-тік деп жүрді. содан кейін Сосын дұрыстап жүрші, мамаға айтып берім айтпеседі. ұнамады ма саған аяғын чық-чық деп жүргені? Аяғын көтеріп жүрмеймеген? Я, қыз, сен басқа біреудің қыздың ба, баланың ба қолын ұстап жүресің. Дұрыстап жүрді. Өй жаным. Бала қасындағы достарына тәрбиелеп келген ғой. Айым апасына кіріп гамбургер алып алды магазиннен. Аяй болып келе тұрған. Аяй болып солу. Сок мына жақта төбеде. Обязательно Мұхаммед суға алады. Сумкамен де. Сабақ әдем болды. Ұнады ма саған мектепке барған? Неге қалмай барамыз енді. Болыңдар, автобус келеді. Тез. Тез. Автобуста қайтын аяқтан жүретін болып қапты ғой. Достар, бүгінгі біздің мектепке барған күніміз туралы видеомыз осымен аяқталды. Біздің каналымызға жазылып, лайк, комментарий қалдырыңыздар. Мен сабақтан шаршадым. Айым сабақтан шаршап кепті, достар. Всем пока. Всем пока.